бір кісі менің алдыма келді. Және менің әйелім 2 жылдан бері маған қиянат жасап жүреді екен. Мен бұл нәрсені енді білдім, деді. Қандай қылып біліп қалдыңыз? Әр күні үйге келіп, шайымды ішіп, тамағымды жеп болған соң, азырақ уақыт өтіп, ұйықтап қала беретін едім. Жақында бір күн шай ішпей ұйықтап қалған едім. Бір кезде үйге бейтаныс еркек кіргенін сездім. Құрметті қымбаттылар, егер видеоны соңына дейін көргіңіз келсе, бір ғана лайк түймесін басуды және де қызарып тұрған подписаться таңбасын басуды ұмытпаңыз. Бастыңыз ба? Онда жалғастырамыз. Кездейсоқ үйге бейтаныс еркек кіргенін сездім. Қарасам, көршіміз екен. Ол кім? Деп сұрадым. Көршіміз, деді. Ол менен әйеліңіз қайдан танысқан, дедім. Бір сапар ол көршіміз үйге кіріп шай ішкен еді. Сол кезде әйеліме, ке, бізбенен отыра бер, бұл көршіміз ғой, өзіңнің ағаңдай қарай бер, деген едім, деді. Мен болсам ол кісіге, егер сіз бір мәрте болса да ғылым орталығына барып, пайғамбарымыздың сөздерін тыңдағаныңызда бұндай жұмыс болмайтын еді. Бұл жұмысқа куәгер, кінәлі адам сізсіз, дедім. Еркек көрші адам мен әйеліңізді сіз таныстырғансыз.